Сәлеметсіздер ме балалар? Қазір қай сабақ бізде? Жарайсыңдар. Сабаққа дайынсыңдар ма? Өте жақсы. Көңіл-күйлерің қалай? Өте жақсы. Бүгінгі сабаққа сендерге белсенділік тілеймін. Сабаққа жақсы қатысуларына тілектеспін. Сәттілік балалар. Олай болса, сабағымызды бастамас бұрын ана тіліміз, өзіміздің тіліміз туралы бір шумақ өлеңімізді еске түсіріп жіберейік. Олай болса, осы кезге дейін өткен тақырыптар бойынша біз сендермен қазір іс кесуші әдісі бойынша сұрақтарға жауап береміз. Яғни сұрақтардың жауабын жылдам айтуға тырысамыз. Дайынсыңдар ма? Дыбыс дегеніміз не? Кім айтады? Каусар? Дыбыс айтамыз, естиміз. Тамаша. Жауабын тексеріп көрейік. Дұрыс па балалар? Екінші сұрақ. Әріп дегеніміз не? Алихан. Әріпті жазамыз, әріпті естиміз. Тағы да көреміз. Дұрыс айтасың. Оқимыз, дұрыс айтасың. Өте жақсы. Тексеріп көрейік. Әріп дыбыстың таңбасы. Әріпті көреміз, жазамыз. Солай ғой? Келесі сұрақ. Дыбыстар нешеге бөлінеді? Кім айтады? Кәлеге Мағжан? Екіге бөлінеді. Дыбыстар екіге бөлінеді. Дұрыс. Қандай екі топқа бөлінеді? Дауыссыз және дауыссыз. Өте жақсы. Жауабы екіге бөлінеді, дауысты және дауыссыз. Ал енді балалар, бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбы сөйлем. Оқулығымызда 62-ші беттегі 43-ші сабақты ашамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сөйлем, нанды қадірлейік деген мәтін бар. Сабақтың мақсаты мұғалімнің қолдауымен сөз, сөйлем, мәтінді тексеру, қатені түзету. Оқу түрлерін тұтас оқу, мәнерлеп оқу, түсінік оқу түрлерін қолдану. Оқулығымызға қарай. Назар аударыңдар, бәріміз. Нан бірнеше адамдардың адал еңбегімен келетін қастерлі ас. Диқандар көктемде жерге тұқым сеуіп, еңбек етеді. Еңбектің арқасында егін жайқалып, өніп шығады. Бидайды адамдар жаз бойы суғарып, күтіп, баптайды. Дәні толық екен, биыл асымыз мол болады. Күзде піскен бидайды комбайнмен орып алады. Содан соң бидайды қабылдау орындарына жеткізеді. Бидайдан ұн тартады, ұннан неше түрлі дәмді нан пісіреді. Наубайханашылар нанды пеште пісіреді. Дайын болған соң суытып, қаптап, дүкендерге көлікпен жөнелтеді. Нан дастарханымызға адал еңбекпен келеді. Сондықтан нанды қадірлейік. Балалар, міне осы бүгінгі сабақта бізде қазір бидай туралы айтты, диқандар не егеді екен көктемде? Бидай егеді екен. Міне мынау кәдімгі дәнді дақыл бидай. Бидайды диқандар көктемде жерді жыртып егеді. Одан кейін бар бидай өніп, өсіп шығады. Осындай болып сабақтары бидайдың, тұқымы болады. Жаз бойы бидай өсіп,
піседі, әбден піседі. Піскеннен кейін барып бидайдар дайын болған кезде күзде комбайнмен орып алады бидайды. Орып алған кезде бидай осындай болып, міне піскен бидай осындай болады. Бұл дәнді дақыл. Осы бидайды арнайы жүк машинелеріне тиеп, қырманға апарады. Сөйтіп қырманда осы бидайды қырманнан диірменге жеткізеді. Әртүрлі диірменге таратады. Сонда диірмендерден ұн тартады бидайдан. Ал ұн тартқаннан кейін барып нан жасауға болады. Біз нанның неше түрі болады, балалар, міне. Қараңдаршы, үйде аналарым пісіреді ғой неше түрлі нан, сол үйіміздегі нан өте көп еңбекпен келеді екен. Бұл жерде кімдердің еңбегі бар екен? Диханның, тағы да көркем? Наубайшының, тағы да кімнің? Егіншінің, өте жақсы. Әлихан тағы? Кімнің? Диірменшінің, дұрыс айтады. Өте көп адамдардың еңбегі бар екен, нанның түрлері көп болады, балалар, бөлке нан, таба нан дейміз, және де тәтті бәліштер, бауырсақ ұннан жасалатын, оның бәрін біз білеміз. Енді бірінші жаттығуға қарай оқулығымыздағы. Біз мектеп оқимыз, кәне. Бастаймыз. Алина, баста. Нанды қадірлейді, нан еңбектен табылады. Алихан. Дихандар көктемде зегер тұқым себеді. Нұрислам. Одан егін өніп шығады. Абзал. Оны жаз бойы күтіп баптайды. Каусар. Күзде астықты комбайнмен орып алады. Көркем. Содан соң машинемен қабылдау орындарына жеткізеді. Бидайдан ұн тартады, онан неше түрлі нан пісіреді. Мұның бәрі адамдардың еңбегі, сондықтан да нанды қадірлеуіміз керек. Өте жақсы. Мәтін неліктен нанды қадірлейік деп аталған? Кім айтады? Көркем. Өйткені нан деген өте көп жұмыстармен келеді. Барлық адам қосылып еңбек етеді, содан кейін нан шығады. Өте жақсы. Нан дастарханға көп еңбекпен келеді екен, Нан қандай тағам жалпы? Нан қандай тағам? Нұрислам? Нан ең дәмді ұлттық тағам. Дұрыс айтасың. Нан ең дәмді тағам, Ас атасын нан деп айтады ғой, балалар. Естігендерің бар ма мақалды? Нан қасиетті тағам. Нанды ешқашанда жерге тастауға болмайды, Нанды барлығымыз қадірлейміз дастарханда. Әпке, ас атасы нан дегенді бекер айтпаған, шынымен сол. Дұрыс айтасың, өте жақсы. Ас атасы нан дегенді бекер айтпаған екен. Тағамдардың ең үлкені нан екен. Нан болса әнде болады, балалар. Балалар, енді тағы да бір сөйлемнің анықтамасымен танысып жіберейік. Суретке қара, не айтуға болады? Бұл кім? Оқушы. Оқушы бұл сөз. Оқушы не істеді? Отыр. Отыр бұл да сөз. Енді екі сөзді байланыстырайық. Оқушы отыр. Бұл енді сөйлем болады. Сөйлем сөздерден құралады. Ол бір шама тиянақты ойды білдіреді. Оны мынандай сызба түрінде береміз. Сөйлем 2, 3 немесе одан да көп сөздерден құрала береді. Сөйлем бас әріппен басталып жазылады. Сөйлем соңынан нүкте, сұрау белгісі, лек белгісі қойылады. Қараймыз, балалар. Яғни біздің түсінгеніміздей сөйлем сөздерден құралады. Сөйлемдегі сөздер бір-бірінен бөлек жазылады. Мысалы, балалар мектепке келді.
Бұл сөйлем неше сөзден құралып тұр? 3 сөзден құралып тұр, иә балалар? Сөйлемдегі әр сөз бір-бірінен бөлек жазылады, иә? Бұл сөйлемде 3 сөз бар. Балалар, мектепке, келді. Сөйлемнің соңында қандай тыныс белгі қойылған? Нүкте қойылған. Яғни сөйлем ол аяқталған тиянақты ойды білдіреді, балалар. Сөйлемнің соңында нүкте қойылады. Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріптен басталып жазылады. Келген сөйлем 2 немесе одан да көп сөздерден құралуы мүмкін. Мысалға, 2 сөзден құралатын сөйлем болса, жаңбыр жауды. Қанша сөзден құралып тұр? 2 сөзден жаңбыр жауды. Ал егерде жаңбыр нөсерлетіп жауды десек, 3 сөз бар, иә, бұл сөйлемде. Жаңбыр нөсерлетіп жауды. Сөйлемдегі әр сөз бір-бірінен бөлек жазылады. Түсінікті ме, балалар? Иә. Сонымен сөйлем неден құралады екен? Сөйлем сөзден құралады екен. Неше сөзден құралады екен? Азат, неше сөзден құралады екен? 2 немесе одан да көп сөздерден құралады. Өте жақсы. Демек, сөйлем бірнеше сөздерден құралады екен. Сөйлем аяқталған тиянақты ойды білдіреді екен, балалар. Солай ғой, иә? Енді оқулығымыздағы 2-ші жаттығуға назар аударамыз. Орны ауыстырылып берілген сөздерден сөйлем құрап жаз деген тапсырма берілген. Ол үшін біз жұмыс дәптерімізді ашамыз, барлығымыз 43-ші сабақты. Ең бірінші бізде көркем жазуға арналған тапсырма бар, иә? Соны жазайық. Қандай әріп? Бүгін я дыбысы. Я дыбысы қандай дыбыс? Кім айтады, Канекей? Кім айтады? Алина айтады? Қосарлы дыбыс. Қосарлы дыбыс, дұрыс айтады. Я дыбысы қалай жасалады? Қандай дыбыстардың қосылуынан жасалған? Кім айтады, Канекей? Тағы да іңкәр айтады. Бір оның аяғынан жасалған. Қандай дыбыс? Алина айтады? Қосарлы дыбыс. Қосарлы дыбыс. Қандай дыбыстардың қосылуынан жасалады я дыбысы? Кәусар айтады? И, а дыбыстарының қосылуынан жасалады. Өте жақсы. Ережесін білесіңдер ме? И, а дыбыстары естілгенмен жазғанда қандай әріп жазамыз? Я әрпін жазады екенбіз, иә? Кейбір сөздерде. Жарайсыңдар. Ондай болса дәптерімізді ашамыз, көркем жазуды барлығымыз жазылайық, иә? Яның жазылуын білеміз бе барлығымыз? Тақтаға назар аударайық. Бірге жазайық, иә? Бәріміз я дыбысын. Яның басы. Енді барлығымыз тақтаға қараймыз. Я дыбысын бірге жазамыз, балалар. Көркем, көлбеу жазуға дағдыланамыз. Яның бас әрпін және кіші әрпін ережеге сай жазамыз. Нүкте қоямыз. Ал енді осы оқулықтағы 2-ші жаттығуды кім жазады тақтаға, балалар? Келе Озанға. Бірінші сөйлемді тақтаға көркем жазамыз. Қалғандарын дәптерде жалғастыра бересіңдер.
Балалар дәптерде аяқтаған болсаңдар, қаламсақтарыңды қойып қойыңдар. Ал енді балалар, қаламсақтарымызды қоямыз. Қолымыз жазып, салып кеткен болады. Кішкене сергіту сәтін орындаймыз, иә? Бүгінгі сабаққа байланысты сендерге кім не істейді ойыны? Яғни бүгін қандай мамандықтар туралы айттық біз, балалар? Диқаншы, наубайшы, егінші, тамаша, егінші туралы айттық, өте тамаша. Енді бидайшы не істейді? Диқаншы не істейді? Диқаншы не істейді? Жер жыртып, жерге дән себеді. Өте жақсы. Мағжан, наубайшы не істейді? Наубайшы нан пісіреді. Тамаша. Диірменші не істейді? Әдия? Диірменші ұн тартады. Тамаша. Олай болса орнымыздан тұрамыз. Кәне, мен мамандықтарды айтамын, сендер олардың іс-әрекеттерін қайталайсыңдар, иә? Диқан жер жыртып тұқым себеді. Кәне, диқан жер жыртып тұқым себеді. Наубайшы қамыр илеп, нан пісіреді. Қамырдан нан пісіреді наубайшы. Өте жақсы. Ал диірменші ұн тартады. Қайне жылдамырақ қайталаймыз. Диқан жарайсыздар. Диірменші наубайшы қамыр илеп, нан пісіреді. Диқан жарайсыздар. Наубайшы қамыр илеп, нан пісіреді. Жарайсыздар. Енді отыра қоямыздар. Балалар, енді біздің сендердің жұмыс дәптерлерінде үшінші жаттығу берілген. Үшінші жаттығудағы тапсырма жұптық жұмыс. Яғни жұптық жұмыс жұптасып қасымыздағы жұбымызбен бірге орындаймыз. Ол жерде сөз жұмбақты шеш деген тапсырма бар. Жұмыс дәптерімізге қараймыз. Екеуің ақылдасып, сол сөз жұмбақты шешеміз. Кәне, бірінші сұрағын оқимыз, одан кейін барып бір-бірінен ақылдаса отырып, әркім өзінің дәптеріне жазады сөз жұмбақты. Кәне, орындаймыз. Ақылдасып отырып орындаңдар. Жаздық па дәптеріңізге? Ал балалар, енді сөз жұмбақтың жауаптарын тексерейік. Дәнді дақыл. Тағы. Дұрыс па? Дұрыс болса, белгілеп қойыңдар өздеріне. Екінші, жер жыртатын құрал. Соқа. Дұрыс таптыңдар ма? Үшінші, астық кептіретін жер. Қырман. Астық оратын машине. Комбайн. Нан пісіретін адам. Наубайшы. Өте жақсы. Шешуінде қандай сөз шықты сендерде? Ортадан қандай сөз шықты? Тоқаш деген сөз шықты. Өте жақсы. Ал балалар, енді бізде топтық жұмыс. Топтық жұмысқа әр топқа бөлек тапсырма беремін. Сол тапсырмаларды орындайсыңдар. Бірінші топқа мәтін мазмұны бойынша сөйлемдердің ретін анықтаймыз.
тақырыптағы мәтін мазмұнын түсіндіңдер ғой, иә? Сол бойынша мына сөйлемдердің реттілігін анықтаймыз, цифрлар қоямыз. Екінші топқа суреттер мен сөздерден сөйлем құрап жазамыз. Екінші топтікі. Ал үшінші топтікі тапсырмалар. Нан дастарханға қалай келеді? Суреттерді ретімен қой және әңгімеле. Үшінші топ. Жинауыңдар. Сендер осының ішінде суреттер бар. Соны рет-ретімен қоясыңдар да әңгімелеп бересіңдер. Қай топ дайын болса, қол шапалақтаймыз, таңдайын. Ал балалар, бірінші топ қазір жұмысымыз дайын болса, алып келеміз тақтаға. Біріншісі диқандар тұқым себеді. Егінді жаз бойы күтіп Күтеді. Айта берді кезектесіп. астықты комбайнмен орып алады. Келесі. Біріншісі Бидайда. Он тартады. Ең соңында. Онdan нан пісіреді. Өте жақсы. Төбесіндегі тапсырмасını көреді, көркеме. Қандай тапсырма берді? Сөйлем құрадыңдар ма? Суреттерден қандай сөйлемдер шықты? Кім оқиды? Маңда бір қолмен үзбек. Ол қай сурет? Жақсы. Екінші суреттер мен сөздерден қандай сөйлем шықты? Маңда екі қолмен үзіп же. Жақсы. Нанды аяқпен баспа. Өте жақсы. Үшінші топ шығамыз. Бірінші біз комбайнмен орып алғанды қойдық. Екінші дерменді татымды қойдық. Үшінші ұндарды қойдық. Төртінші нанды қойдық. Екінші егін егеді. Егін өскен кезде оны комбайнмен орып алып, одан ұн тартады. Ұннан анамыз неше түрлі нан пісіреді. Нан өте дәмді, нанның түрлері өте көп. Мысалы, бауырсақ нан, бөлкен нан, таба нан, бәліш нанды қадірлеуіміз керек. Өте жақсы. Келесі кезең бәйге. Бәйге ойыны сендермен бірге өте қызық ойын ойнаймыз қазір.
Осы сөйлем құрауға байланысты. Сөйлем деген не екенін білдік қой, иә? Сөйлем қанша сөзден құралады? Екі немесе одан да көп сөздерден құралады. жарайсыңдар. Сөйлемдегі сөздер бір-бірінен бөлек жазылады. Және мағынасы жағынан бір-бірінен байланысты болу керек енді. Қазір мына бәйге аттар және 3 топтың жылдамдығын тексереміз. Сендерге осындай тапсырмалар дайындадым. Бірінші топта, екінші топта, және үшінші топта. Балалар, тақтаға назар аударамыз. Қазір ең соңғы оқушыдан бастап осы бәйге ойынына қатысамыз. Сендер мына жерде сөйлем, мына белгі қандай белгі? Сызба. Сөйлемнің сызбасы, иә? Енді осы сөйлемде неше сөз бар? Екі сөз бар, жарайсыңдар, екі сөз. Сөйлем соңында нүкте бар. Енді сендер екі сөзден құралған сөйлем құрастырасыңдар, ал қалғандар одан кейінгі оқушы жаңа сөйлемді бастайды. Келесі оқушы ол сөйлемді аяқтау керек. Түсініңдер ма? Екінші топта да солай. Жаңа сөйлемді ең бірінші оқушы атпен шауып келіп бастайды. Екінші шыққан оқушы сөйлемді аяқтауы керек. Түсінікті ме, балалар? Олай болса іске сәт. Қазір сендерге аттарымды берем, ең соңғы топтан бастаймыз. Қане бастадық ал, балалар? Бастаймыз, 3 топтан бірдей шығамыз. Кәнекей, планшетпен жазамыз. Қане, ал сен екінші топқа келесің. Қос тез жазды бірінші топтан. Екінші топтан әжем деп басталды. Екінші топ сендер жай орындап келе жатсыңдар ғой. Келесі. Екінші топта сендер бір сөйлемді тастап кетіңдер, оған да сөйлем құралған керек. Кәне онда толықтырыңдар. Жарайсыздар, балалар. Ең бірінші қай топ бітті? Бірінші топпен және үшінші топ аяқтады. Екінші топта бір сөйлем қалып қалды, балалар. Екінші топта. Ал балалар ең бірінші жеңіске
жеңіске жеткен 3-ші топ екен бізде. 3-ші топтың сөйлемдерінің барлығы дұрыс. Сөйлемдегі сөздер бір-бірімен байланысып тұр. Күн шықты, әкем биледі. Бірақ сөйлемдегі бірінші сөз ғана бас әріппен басталып жазылады. Екінші сөзді де бас әріппен жазып қойыпты. 3-ші топ оқушылары. Ол кіші әріппен жазылу керек. Одан кейін біз ертегі оқыдық. Ең бірінші 3-ші топтың құраған сөйлемдері дұрыс. Сен де жаздың ба, ой жарайсың. Екінші топта әжем сұлу, оқушы кітап оқыды, тамаша. Бір сөйлемді тастап кетті екінші топтың оқушылары. Бірінші топта құс ұшты, асқар қуанды. Гүлді де қасына қосып кетті, я? Бірінші топта екі сөйлемі дұрыс. Бір ғана сөйлемі дұрыс. Сабағымыздың соңына да таяп қалдық. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Көңіл күйлерің қалай болды? Өте тамаша. Ондай болса бізде бүгін энергия деген кері байланыс береміз қазір сіздермен сабаққа. Яғни сендердің энергия күш қуат, я? Күш қуаттарың қандай сендердің? Сабақта күшті, кереметсіңдер, тағы қандайсыңдар? Мықтысыңдар, өте жақсы. Егер де қазір сендердің бұл білім заряды бүгінгі сабақтан қандай білім алып шықтыңдар? Жоғары деңгейде ма, орташа деңгейде ма, жоқ? Әлі де түсінбеген сұрақтарың бар ма? Сол туралы қазір өздерің білгендеріңді жазасыңдар. Сендердің белгілейсіңдер. Алтындарында осындай 3 түрлі заряд тұр, я? 3 түрлі. 3 түрлі қуат бар. Енді соған қазір егер де сендер сабақты дұрыс түсінбесеңдер, әлінде сұрақтарың болса, ізденетін көп сұрақтарың болса, осылай қызыл түсті белгілейсіңдер, я? Қуат қандай болып тұр? Азайып тұр, я? Қуат азайып тұр. Егер жүрек болса, онда сарыны белгілейсіңдер. Ал егер де бүгінгі сабақ өте керемет, барлық тапсырманы жақсы орындадым деп ойласаңдар, ол тұрған қуатты белгілейсіңдер. Астына аттарыңды жазып, өздерің таңдаған қуатты белгілеңдер. Сөйтіп тақтаға келіп, осы жерге жапсырамыз. Аттарыңды жазып ұмытпаңдар, әркім атын жазып, таңдаған қуатын белгілейді. Болғандарын тапсыра беріңдер. Кезекпен. Астына жазсыңдар, астына. Ол сендердің белгілерінен көріп тұр ғой, қандай екендерін айтылғандар. Ал балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Оқулық дәптерлерді жинаймыз.